Сәлем достар, менің есімім Айгерім. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгін ең дәмді классикалық капкейктің рецептін ұсынатын боламын. Кремі кілегей мен крем чизбен болады. Ең алдымен сары майды, қант ұнтағын, тұзды және ванилинді жақсылап миксерлеп аламыз. Миксерлеп болғаннан кейін жұмыртқаны бір-бірлеп қосып, тағы да миксерлейтін боламыз. Қопсытқышпен ұнды араластырып, қоспамызға қосып, тағы да миксерлейміз. Ең соңында сүтімізді қосып, миксерлейміз. Дайын қамырымызды кондитерлік мешокқа салып, капкейктің ыдыстарына құятын боламыз. Дайын капкейктерімізді 180 градуста қыздырылған пешке салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Кремін дайындау үшін ең алдымен сүзбелі ірімшікті, яғни творожный сырды сахарный пудрамен, қант ұнтағымен араластырып миксерлейміз. Бұдан кейін кілегейімізді қосамыз. Дайын кремімізді кондитерлік қапқа салып, капкейктің бетіне жағып шығамыз. Қалауымызша жидектермен әрлеуге болады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді және нәзік болып шығады.